أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر. Сөзсіз Перғауынның әулетіне де ескертушілеріміз келген еді дейді. Перғауынның әулетіне ескертушілеріміз, яғни пайғамбарлар Алла Тағаланың азабын ескерткен, егер иман келтірмейтін болса, дүниедегі азабын және ақыреттегі азабын. Сөзсіз біз Перғауынның әулетіне міне елшілерді жіберген едік деген мағынада. Сіздерге Юсуф алейхиссаламның оқиғасынан кейбір оқиғалар айтылған еді. Сол кездегі жаңа патшаның Юсуф алейхиссаламды қалай қабылдағандығы туралы. Жалпы Юсуф пайғамбар сол Мысырда Аллах Тағаланың нығметімен қазына басшысына айналғаннан кейін сол патша Юсуфтың айтқан нәрселерін бәрін тыңдап, сол кезде сол Мысырдағы патша жалғыз Аллаға табынады. Юсуф алейхиссалам заманында сол патша Юсуфтан кейін, Юсуф жаңағы қызметке тағайындалғаннан кейін Алладан басқа тәңір жоқ деген үкім болады жерде. Алайда ақсүйектері, Құранда әл-мәлә деп атайды, ақсүйектері сол кездегі патшаға қарсы өзінің жаңағы ойларын, наразылықтарын қатты білдіре алмайды, бірақ әйтеуір осы дәурен қашан өтеді деген күйде жүреді. Көп ұзамай Юсуф алейхиссалам сол дүниеден озғаннан кейін, одан кейінгі келетін патша тарих кітаптарында айтылу бойынша 4 жылдай сол үкімде ұстанып жүреді де, сосын үкімді толық өзгертіп жібереді. Қайтадан бұрынғы перғауындар табынған әртүрлі құдайларға табынуға, жаңа ақсүйектер соған насихаттап алып келеді де, қайтадан о жақ пұтқа табыну қоғамына айналып кетеді. Міне сол уақыттан бастап Юсуф алейхиссалам естеріңізде өзінің жаңа 12 бауыр ғой өздері Яқубтан алейхиссалам. Бір қыз болған дейді тағы. Сол барлығын Мысырға көшіріп әкеп, осыдан Исраил ұрпақтары сол жақта қоныстанады. Юсуф алейхиссалам тірі болған заманда өте бақытты өмір кешеді олар. Дін бостандығы, дін аман. Міне осындай нығметте өмір сүріп жатқаннан кейін жаңағы патшалар қайтадан жағдайды өзгертіп, қиындықтар басталады. Юсуф алейхиссалам өмірден озғаннан кейін Исраил ұрпақтарына жапа шектіріле бастайды. Діндеріне қатысты тап-тапқа бөлінеді. Міне сонда өздеріңіз білесіздер, Яқуб алейхиссалам Яқубтан жаңа 12 буын тарайды. Соның біреуі Юсуф. Юсуфтың бауыры болады Ләуи деген, Қохит деген. Содан жаңағы Қохиттан Азир, Азирдан Ләуи, Ләуидан одан кейін жаңағы Имран болады Қохиттан. Имраннан Мұса дүниеге келеді. Жалпы Ибрахим мен Мұсаның арасында өз 6 буын. 6 буын болады. Ибрахим, Исхақ, Яқуб, Қохит, Азир, Ләуи, Имран және Мұса. Сөйтіп Мұса дүниеге келеді ғой сол заманда. Міне қаншама патшалар өтеді. Мұсаның заманына келген Перғауын ол билікте шектен шығып, мен құдаймын деген дәрежені көтереді. Сөйтіп жаңағы ақсүйектер де бұны қолдайды. Жалпы мен тәңірмін, мен раббыларыңмын, ұлы раббыларыңмын деген осындай жаңағы жүйе басталады о жақта. Бәну Исраил ұрпақтары өте үлкен қиындыққа тап болады, қиындықтардан өтеді. Аллах Тағала Қосос сүресінің басында да айтады, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна фирғауна аля фил арди дейді. Сөзсіз Перғауын жердің бетінде асқақтап кетті дейді, өте мастанды дейді билігіне. Яғни мен құдаймын деген дәрежеге дейін көтерілген. Халықты соған, сол түсінікке, сол ұғымға әкелгенді. Важағала әхләха шияға. Сөйтіп өзінің қарамағындағы халықты таптарға бөлген. Ақсүйектер,
жаңағы кедейлер, пақырлар, құлдар. Исраил ұрпақтарын сол кезде өте қиын жағдайға азаппен ұстайды. Юзаббиху абнаахум, Алла Тағала өз Құранда айтқандай, ұл балаларын кішкентай күнінен бауыздап отырады дейді. Қараңыздар. Юзаббиху деген сөзді қолданған. Өлтіреді. Ва ястахи нисаахум, әйелдерін күң қылып тірі қалдырады дейді. Осындай қиын жағдай болып жатқан кез еді. Міне осы қауымға Аллах Тағала перғауынға жаңа Мұса пайғамбарды жібереді. Ол Мұса пайғамбардың өз өмірі өте үлкен. Негізінде Құранның ішіне қарайтын болсаңыз, Мұса пайғамбардың өмірі егжей-тегжейлі айтылғанда ешбір пайғамбардың өмірі өйтіп айтылмаған. Мұса пайғамбардың анау дүниеге келуінен бастап сөйлеген ғой Алла Тағала. Дүниеге қалай келген, қалай қорғалған, қалай емізілген, Мадиянға қалай кеткен, тіпті қай жерден қыз алған, мәһірінің көлеміне дейін баяндалған. Қарап тұрсаңыз, осындай өте көп, Құранның көп бөлігінде айтылады да Мұсаның қиссасы. Мұсаны жаңағы перғауынға жіберерден алдын Алла Тағала мынандай бір сөзді айтады оған. Уастанаътука ли нафси. Осы сөзге бір жақсылап көңіл бөлейік. Мен сені өзім үшін жасадым дейді. Қараңыздар. Бұдан басқа мағынадағы аяттары келген. Уахтартука. Қараңыздар. Жаңа уастуфайтука алан наси ли рисалати ва ли калами. Мен сені таңдадым деген мағыналар да бар. Елшілігіме, сөйлесуіме деген. Қараңыздар. Мына жерде уастанаътука деген сөзді қолданғанда Алла Тағала мен сені тәрбиеледім деген сөз бар ғой, құрметті жамағат. Негізінде тәрбиеледім деген мағына ғой. Қамқорлығымда болдың, мен сені жаңа қамқорлығыма алдым, тәрбиеледім деген. Бірақ осы тәрбиеледім деген сөзді жасадым деп отыр ғой Алла Тағала. Өте үлкен мағына береді да бұл. Сосын қарасаңыздар жаңағы уастанаътука ли нафси, мен сені өзім үшін жасадым дейді. Алқойту алейка махаббати. Сөзге қарасаңыздар тіпті таңғаласыздар. Әрбір пайғамбарға осылай нәрселер істелген ғой. Бірақ Мұсаныкін атап кеткен Алла Тағала. Сонда мен саған өзімнің махаббатымды түсірдім деген. Қараңыздар қандай нәрсе да. Литуснаға аля айни. Менің назарымда жасалуың үшін, менің назарымда өсіп өнуің үшін, тәрбиеленуің үшін деген. Осы жерде үлкен мағына жатыр. Қарап тұрсаңыз екі-ақ сөйлем, мен сені өзім үшін жасадым дегенде мұсылманға мынандай бір үлкен мағына береді да. Алланың құлы деген ұғым үшін жұмыс жасауда. Алланың құлы деген нәрсені Алла Тағала кез келген мұсылманнан жасай алады. Алланың құлы деген ұғымды да өте үлкен дәрежеде. Бірақ біз көне қоймай жатырмыз тәрбиеге. Алла Тағала сол Мұсаны перғауынға жіберген кезде жаңағы сөзді айтады. Мен сені өзім үшін жасадым дейді. Бітті. Алланыкі ол. Қараңыздар. Алла Тағаланыкі. Сөйлесе Алланыкін сөйлейді. Сөйлесе Алламен сөйлейді. Алла үшін сөйлейді. Үндемесе де Алла үшін үндемейді. Оның үндемеуінің өзінде пікірлеу жатыр да. Ол біреуге жаңағыдай ренжіп сөйлескісі келмей үндемейтін адамдар емес ол. Ол үндемеген кезде Алла Тағаласын ойлап отқан адамдар олар. Сол осындай Алла Тағаланың ерекше нығметіне бөленіп, елшілік мойнына жүктеліп, Алла Тағала перғауынға Мұсаны жібереді. Сонда Алла Тағаланың бұйрығы изхаба анта ва ахука. Сол кездегі Мұса пайғамбардың да жаңағы мынау қарапайымдылығына қарасаңыздар, ана тілінің кішкене жаңа бұрмалап сөйленуі, сол кезде жаңағы Харун бауырымды қасыма берсең, я Раббым, пайғамбарлыққа деп, қарапайымдылық. Екеуміз бір-бірімізге жәрдемдесіп, сені әрдайым еске алып жүруіміз үшін, бір-бірімізге көмектесіп тұру үшін осы мағынада деп та. Содан Алла Тағала Харунды да пайғамбар қылып, соны айтады бұйрығында. Изхабы бар, анта сен ей Мұса, ва ахука және бауырың Харун екеуің. Би аяти менің аяттарыммен. Вала тания фи зикри дейді. Сосын да ескертуді айтады. Мына тапсырманы орындауға бара жатқан кездеріңде мені еске алуда ұмытпаңдар дейді. Қараңыздар. Мені еске алудан үзілмеңдер дейді ешқашан. Мұсылманға ең керек қару
ол Алланы еске алып жүру, зікір. Қараңыздар. Физикри, уәлә тәния физикри. Мені еске алудан үзіліп қалмаңдар дейді екеуіңде. Өйткені бүкіл күш сол жақта жатыр дейді да. Алла тағаланың қолдауы, қамқорлығы. Исхаба иля фирауна. Екеуіңде Перғауынға барыңдар. Иннаху тоғо. Расында Перғауын шектен шығып кетті дейді. Мүлде шектен шығып кетті. Енді таңғаласыздар. Жердің бетіндегі ең залым адамға қалай сөйлеу керек екенін үйретеді екеуіне. Бізде мысалы агрессия, амбиция тұрады, жаңағыдай бір мінездер, айқайлап түсіндіру деген нәрселер әдет болып қалғанда бізде. Ал енді жаңағыдай Мұса сияқты, өзіңіз ойлаңыз, пайғамбарға Алла өзі үшін тәрбиелеген, өзі үшін жасаған, өзінің ісі үшін. Сонда айтады: «Фақуля лаху қаулан лаййина». Назар аударыңыздар. Екеуің де айтыңдар Перғауынға, оған қаулан лаййина, жұмсақ сөзді дейді. Міне қараңыздар. Исламда қателік жоқ та, құрметті жамағат. Кейбір жерлерде біз өзіміз жаңағы мінезімізбен қатты сөйлеп, біз өзімізше сөйлеп жүргенбіз да. Алланың сөзін айқайлап сөйлейтін болсаң, онда Алла тағаланы сондай қылып таныстырасың. Алла тағала ол пәк. Ол пәк. Алланың дінінің характерімен сөйлеу керек та. Дінінің характерімен да өзінің. Екеуің барыңдар да Перғауынға жұмсақ сөз сөйлеңдер дейді. Өзіңіз ойлаңыз, тәкаппарланып тұрған адамда, мен құдаймын деп тұрған адамға барып, жұмсақ сөйлеңдер дейді. Сосын мақсатын түсіндіреді. Лағаллаху, мүмкін ол Перғауын. Ятазаккару, мүмкін ойланар, ескерер. Мынау жақсылық келді ғой. Мына жерде жамандықтың иісі көріп тұрған жоқ ешқандай ана сөзде. Бұл жерде маған жанашып тұрған адамның сөзі ғана көрініп тұр деп, мүмкін ойланып ескерер дейді ол. Ау яқша, немесе қорқып та кетер мүмкін. Қой, мынаған бойсыну керек сияқты дегендей. Сонда Алла тағаланың ешқандай ертең Алла тағаланың алдына барғанда, немесе осы дүниеде басына азап кеп қалған кезде, Перғауын ешкімге ренжімес үшін Алла тағаланың ісі әдемі орындалды аяғына дейін. Азап кеп қалатын болса, өзінен басқа ешкімді кінәламасын, өзінен басқа ешкімді сөкпесін деген, міне Мұсаға сондай жаңағы жұмсақ сөйле деп айтады. Әрине Мұса мен Харун өздерінің жаңағы іштеріндегі, ішкі дүниелеріндегі нәрсені білдіреді. Қала, екеуі айтты дейді. Роббана, Раббымыз, иннана нахофу, біз қауіптеніп тұрмыз. Ол Перғауын деген ешкімді мойындамайды. Айяфруту алейна, бізді бірден бас салама деп қауіптеніп тұрмыз дейді біз. Бізді бірден бас салама деп сөз тыңдамай жатып ешқандай. Ауятқа, немесе шектен шығып, бізді өлтіруге дейін барама, азаптап жібере ма деп біз қорқып тұрмыз. Сөзіңізді жеткізе қалмаймыз ба деп қорқып тұрмыз дейді. Сонда Аллах тағала бұл істі басқарушы өзі екендігін баяндайды. Сен тек елшісің. Мен білем не істеп отқанымды. Сонда айтады: «Қала ла тахафа». Алла тағала айтады: «Қорықпаңдар екеуің». Қорықпаудың ең күшті қаруын баяндайды Алла тағала осы жерде. Кез келген жағдайда, құрметті мұсылман, өз өміріңізде де бір қауіптенетін жағдай болып қалса, Алла тағала айтады: «Ла тахафа». Екеуің де қауіп сезбеңдер, қорықпаңдар. Иннани маакума, сөзсіз мен сендермен біргемін. Қарасаңыздар, әлемдердің Раббысы. Ол менің ісім деп отыр ғой, бұл дін. Сосын түсіндіреді, мен сендермен біргемін деген де жақынырақ адамға, жақынырақ мағынаны келтіріп, асмағу ва аро. Екеуің Перғауынға барып сөйлеп жатқан кезде, мен естіп тұрамын бәрін дейді. Қараңыздар. Ва аро, мен бәрін көріп тұрамын дейді. Кез келген сіз бір жағдайда қиыншылықта болған кезде, қараңыздар. Алла тағаладан зікір етуден үзілмесеңіз, Раббыңыз сізбен бірге, ол сізді көріп тұрады, ол естіп тұрады. Міне әлемдердің Раббысы. Содан екеуіне арғарай істі тапсырады. Фәтияху. Тоха сүресіндегі аяттар мынау. Барыңдар екеуің оған, енді кешіктірмеңдер істі деп отыр Алла тағала. Фәтияху деген, фә деген харф соны білдіреді. Енді кешіктірмеңдер бұл жерде. Дереу екеуің оған барыңдар. Фақула,
сөйтіп айтыңдар Фирғауынға екеуің, инна расуля роббика, расында біз сенің Раббыңнан жіберілген екі елшіміз деп айтыңдар дейді. Фәрсил мағана бәни Исраил. Аллах тағала бұйырып жатыр деп жатыр. Бұйырып жатыр, ей Фирғауын, ана Исраил ұрпақтарына дін бостандығын берді, босат бізбен бірге. Алланың әмірі келді. Біз елшіміз жеткізіп жатырық. Исраил ұрпақтарын бізбен бірге босат, діни бостандығын бер, өзіңе табындырма. Вәлә туғаззибхум, және оларда азаптама деп жатыр Алла тағала, ескертіп жатыр. Оларды азаптама, оларды босат, бізбен бірге деп жатыр дейді. Сосын мынандай нәрсені айтады, қод жинака би аятим мин роббина. Жаңағы біз Алла тағаладан мұғжизалар алып келдік. Сіздің сенуіңізге көмек болатын. Қараңыз, Алла тағала қалай жасап жатыр. Сода Фирғауын айтады оларға: "Ва ин кунта жи'та би аятин фа'ти бина. Фа'ти биха ин кунта минас садиқин." Егер де сен Алла тағаладан мұғжиза алып келдім деп тұрсаң, онда көрсет, шын айтушылардан болсаң дейді. Сол кезде жаңа көрсетілген мұғжиза фа'алқа асаху. Алла Мұса қолындағы аса таяғын жерге тастай салады дейді. Фаиза хия суғбанун мубин. Сол кезде ол ап-айқын жыланға айналды дейді. Хақ жылан. Хақ. Мұғжизаны көрген кезде негізі ақыл қабылдайды. Түсіндіңіздер ме? Ақыл қабылдайды. Алла тағаладан келген Құрандағы аят болсын, мұғжизат болсын, ешқашан ақыл оған қарсы келмейді, естеріңізде болсын. Адамның ақылы ешқашан қарсы келмейді оған. Бірақ адам өзінің үйреніп қалған нәрсесін, қараңыздар, тәкаппарлықпен көңіл қалауын қарсы шығарады. Көңіл қалауын қарсы шығарады да оған. Тағы не бар сенде дейді. Фәназаға ядаху. Қолын қойыннан алып шығады бейтіп, қолына. Мына қол әппақ болып кетеді. Нұр. Ондай нәрсе жоқ. Фаизахия байдаун. Алып шықты да қолын көрсетті. Қолы әппақ дейді. Нұр. Линназирин. Қарайым дейтін адамдар үшін анық мұғжиза жатыр дейді бізде. Сол кезде жаңа ақ сүйектері жүгіріп келіп Фирғауынның қасына. Фирғауын иман келтіріп қоя ма екен деп. Оларда қол әл-мәләу мен қауымы Фирғауына. Ақ сүйектері келді де Фирғауынның қауымынан болған халықтың алдына шыға келді да: "Инна хаза ла сахирун алим." Мынау деген өте білімді сиқыршы екен. Ана кетіп баратқан көңілді бұзып жіберу керек та. Мынау деген сиқыршы екен, өте білімді сиқыршы екен мынау. Білесіңдер ме бұл не үшін келді? Деп халықты айдап салу үшін да. Юриду ан юхриджакум мин ардикум. Бұл сендерді жерлеріңнен, отандарыңнан қуып шыққысы келіп тұр сиқырмен. Қараңыздар. Фамаза та'мурун. Не бұйырасыңдар онда дейді Фирғауын оларға. Не істейміз? Содан бұлар келіседі, қулықтарын жасайды неше түрлі. Фирғауынның билігінің жаңағы заманында сиқыршылардың орны өте үлкен болады. Фирғауынның елінде мықты сиқыршылар болады. Мықты сиқыршылар дегенде Алла тағала тіпті өзі айтады: "Ваджау би сихрин азим." Негізі олар үлкен, зор сиқырды әкелді дейді. Мұсамен сайысқа түскен кезде. Зор сиқыр дейді ол. Анау сиқыр емес. Сондай сиқыршылардың бәрін жинайды. Тоха сүресінде де Алла тағала келтіреді. Сонда فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِ هَذَا дейді. Ей Мұса, сендағы сиқырың біз үшін ешқандай маңыздылық танытып тұрған жоқ. Біз тура осындай бір сиқырды алып келеміз дейді. Осы уақытқа дейін жаңа ақ сүйектері Фирғауын ақылдасып сиқыршыларды жинайық, сөйтіп жарыстырайық та, сөйтіп Мұсаны бүкіл елдің алдында түсіріп тастайық оның ісінің нашар екендігін. Сөйтіп елден қуып шыға саламыз оларды.
Сонда жаңа перғауын сөйлейді. Біз де әкеле аламыз бұндай сиқырды, дәл осындай. Фаджал байнана ва байнака мауғидан. Ей Мұса, кәне бір уақытты өзің таңдап айт. Бір күнді, уақытты таңдап айт бізге. Белгіле өзің, сен белгіле дейді Мұсаға айтадылар. Ла нухлифуху нахну ва ла анта. Сосын сол уәдені бізде, сен де бұзбайық. Маканан суа. Саған да, бізге де жайлы бір орында болсын. Сонда Мұса алейхиссалам айтады: "Қала мауғидукум яумуззина." Сендерге беретін уақытым зейнет күні деп аталады. На фестиваль деген болады ғой. Бүкіл халық жиналып, жаңағы бір үлкен, енді мейрам күн. Түгелі жиналатын бір күнді Мұса сол күнді таңдайды әдейі. Түгел халық, барлығы қызықтап келу үшін де. Сол күнді таңдайды да Мұса айтады: "Ва айюхшаран насу духа." Сәске уақытында бүкіл адамдар жиналсын. Менің шартым осы дейді Мұса айтады. Бір адам қалмай жиналсын дейді. Міне, сөйтіп жаңағы сиқыршылардың барлығы жиналады. Сайысқа келеді сол күнге. Сөйтіп сиқыршылар о кезде өзінің сиқырынан басқа күшті нәрсені танып көрмеген. Сондай-ақ олардың санасына жеткен нәрсесі сиқырдан үлкен нәрсе жоқ жердің бетінде. Сиқырдан үлкен нәрсе жоқ. Бұны олар нақты білген де. Сонымен сайыс басталады да, қарама-қарсы тұрады, бір-бірлеріне қарап, сиқыршылар мына жақта Мұса мен Харун. Сосын сиқыршылар айтады: "Қолу я Мұса, ей Мұса, имма ан тулқия, не сен таста, бірінші тастайтын нәрсеңді. Ва имма нахну ауәла ман алқа, не біз бірінші болайық тастаушылардан. Бәл алқу, жоқ, мен тастамай-ақ қояйын, сендер бірінші тастаңдар" дейді Мұса айтады оларға. Фаиза хибалухум агисиюхум. Қараңыздар, сол кезде олардың жаңағы арқандары, таяқтары, сиқыр жасайды үлкен. Таяқтары мен арқандары дейді. Осы екі нәрсені қолданған. Осы екі нәрседен жыланға айналатын, жыландар болып шығатын көріністі жасаған. Бүкіл жаңағы таяқтарын қозғайды, арқандарын қозғайды. Сөйтіп сол сиқырлардан ихойялу лаху, елестеді дейді Мұсаға. Қараңыздар, Мұсаға елестеді. Сиқырдың кезінде алдайды ғой, көзді байлап тастайды, көзді сиқырлап тастайды да. Содан Мұсаға елестеді дейді: "Мен сихрихим, олардың жасап отқан сиқырынан аннаха тасға." Жаңағы бірнеше жыландар ғой. Жыландар кәдімгі бүйтіп ұмтылып, сылдап тұрған жыландар болып көрінді дейді. Фаужаса фи нафсихи хифатан Муса. Жаңағы көріністен Мұса өзінің ішінде бір қауіп сезіп қалды дейді. Сиқырдың ең керемет түрін жасаған ғой. Сонда Алла Тағала айтады: "Құлна", біз айттық дейді оған, Мұсаға: "Ла тахоф", қорықпа ей Мұса, иннака антал ағла, сөзсіз сен биіксің олардан, сен күштісің. Ва алқи ма фи яминика, таста қолыңдағына. Аяқта асат аяғын тастап жібереді да. Шын жылан шығады оған жерде. Үлкен жылан. Талқоф ма санағу. Аналардың жасап тұрған көріністері қаншама жыландарды жасап қойған ғой. Жаңағы шын жылан шығады да сорып алады жаңа бәрі. Талқоф ма санағу. Жоқ жылан. Көріністе жоқ, ештеңке жоқ. Арқанда жоқ, таяқта жоқ олардікі. Иннама санағу кайду сахирин дейді Алла Тағала. Олар тек қана сиқыршының қулығын істеді ғой дейді. Вала яфлиху сахиру хайсу ата. Сиқыршы ешқашан табыс таппайды дейді ол. Алла Тағаламен сайысқа түсетін болса. Алланың құдіретімен сайысқа түсетін болса. Содан мына нәрсені қараңыздар, құрметті жамағат. Жаңағы сиқыршылар гүр ете қалады сәждеге. Таңғаласы. Фа-улқия дейді Алла Тағала. Фа-улқия сахарату суджадан. Бүкіл сиқыршылары біреуі қалмай сәждеге кетті дейді. Міне иман қалай кетті да. Жаңағы сиқыршылардың сәждеге кетуінің өзі, ол үлкен мұғжиза болып тұр оның өзі де адамдарға да.
Қазір иманын көрсетеді, олардың иманының қандай екенін әлі. Алла Тағала. Қалу аманна биробби Харуна ва Муса. Иман келтірдік Харун мен Мусаның Раббысына дейді. Тағы бір аяттарда Ағраф сүресінде аманна бироббил аламин деп айтқан. Әлемдердің Раббысына иман келтірдік. Міне осындай оқиғада жаңағы сиқыршылар құлаған кезде Фирғауын мен ақсүйектерінің жаңағы жоғарғы таптарының күйін баяндайды Алла Тағала. Фағулибу хуналика. Сол жерде бәрі жеңілді ғой дейді. Қараңыз. Уанқалабу сағирин. Үйлеріне қайтты, кішкентай болып дейді. Қараңыздар. Бірақ мына жақтағы тәкаппарлық құлық жеңілмей жатыр әлі. Не істейміз деп жатыр да әлі. Ақсүйектер айтады, сиқыршыларыңды өлтір, басқалар иман келтіріп қоймайтындай. Қорқыт бұларды. Қорқытсаң, қазір кері қайта сылады бұлар. Сонда Фирғауын айтады сиқыршыларға: «Аамантум лаху, сендер Мұсаға иман келтіріп қойдыңдар ма? Қобла ан азана лакум, мен сендерге рұқсат бермей жатып». Сондай аған ақсүйектерін айтады: «Я айюхал мәлә, ма алимту лакум мин илахин ғайри». Сендер үшін менен басқа тәңір жоқ. Мен соны білем, солай емес па? Иә, солай бәрі. Сонда жаңа сиқыршыларға мен рұқсат бермей жатып, иман келтіріп қойдыңдар ма дейді оған. Сосын екінші құлық жасап жүреді. Екінші құлығы қандай дегенде сөзді қараңыздар. Иннаху лакабирукум. Сендер менен бұрын бірге кездесіп жүрген адамсыңдар, келісіп алғансыңдар дейді. Мынау Мұса деген іштеріңдегі үлкендерің ғой. Алламакумус сихр. Сендерге сиқыр үйретіп жүрген. Бәсе сиқырды қайдан білесіңдер ма десем, келісіп алған екенсіңдер ғой сендер. Осындай сөзге дейін барады. Мынаның бәрі көрдіңіз ба? Ойластырып жатыр да сөздерді. Сонда Фирғауын мына нәрсемен қорқытады. Фала уқаттағанна айдиякум аржулакум мин хилафин. Қол аяқтарыңды кесем дейді. Сиқыршылар айтады. Бірінші оң қолыңды кесем, сосын сол аяғыңды кесем, сосын мына қолыңды кесем, сосын мына аяғыңды кесем, вала усоллибаннакум фи жузуин нахил. Сосын денеңнен қалған нәрсесін құрма ағаштарының діңгегіне шегелеп тастаймын. Істеймін мен бұны дейді. Вала тағламунна. Сол кезде сендер сөзсіз білесіңдер. Айюна ашадду азабан ва абқа. Кімнің азабы қатты екендігін, және кімнің мәңгі қалатынын мұнда. Сонда сиқыршылардыкін жаңағы жығылып кетті ғой сәждеге. Сөздеріне қарасаңыздар. Вама танқиму минна илля ан аманна би аяти роббина ламма жаатна. Сен бізден қазір кек алып жатсың, өштесіп жатсың. Алла Тағаланың аяттарына иман келтіргеніміз үшін ғана ма? Алла Тағаланың аяттарына иман келтіргеніміз үшін ғана бізге дұшпандық жасап жатсың сен қазір. Роббана афри алейна собра дейді. Дұғаларын қараңыздар. Раббымыз төкші сабырды үстімізге. Ой, дұғалар қандай да. Ва таваффана муслимин. На иманнан кейін мұсылман күйде ғана ал енді жанымызды Раббымыз. Бекіт на иманды жүрекке бізге. Қайтпайтын қыл. Сосын айтады: Қолу лән нұсирака алама жаана минал байинати валлази фатарана. Ей Фирғауын, Фирғауын қайтып отыр. Біз сені мына Алла Тағаланың жіберген мұғжизаларынан артық көре алмаймыз. Сен түсіп қалдың болды дейді. Бүгін сен бізге еш нәрсе емессің деп отыр. Қараңыз. Валлази фатарана. Сондай-ақ бізді жаратқан Алладан сені артық көре алмаймыз енді болды. Түстің сен болды. Алла танытты өзін. Міне біз басымызды иіп жатырмыз оған. Сосын сөзді қараңыздар. Фақдима анта қадин. Сен айттың жаңа, кесем, сүйтем, өлтірем, қинайым. Фақдима анта қадин. Істейтініңді бізбен. Сөздерін қараңыз. Иннама тақди хазихил хаятат дуния. Сен тек қана осы дүниеде ғана істейтініңді істейсің бізге. Сөздерін көрдіңіздер ме қандай болып отыр? Мықты дәрежеде болып отыр да.
Тек осы дүниеде ғана сен істейтініңді істей аласың бізге. Ал біз аманна би роббина. Біз Раббымызға иман келтірдік. Енді үміттеніп отырмыз. Лияғфира лана хатаяна. Біздің осыған дейінгі білмей неше түрлі істеген күнәларымыздың бәрін кешірсін деп. Вама акрахтана алейхи минас сихр. Сондай-ақ мынау сен мәжбүрлеп, бала кезімізден оқытып осы сиқырға мәжбүрлеп қойған сиқыр күнәмізді да кешірсін деп үміттенеміз дейді Раббымызға. Біздің соңғы сөзіміз Аллаху хойру ва абқа. Алла хайырлы сенен. Ва абқа, және мәңгі ол. Осы сиқыршылар жаңағы иман келтіргеннен кейін, құрметті жамағат, Фирғауынның қауымында, Исраил ұрпақтары әлі жаңағы солардың іштерінде емес, Фирғауынның өз қауымының ішінен не істеп жатыр? Мұсылмандарды шығарып жатыр Алла Тағала. Қараңыз, ең біріншілері сиқыршылары да, сиқыршылардың бәрі жығылып, сиқыршының бәрін өлтіреді. Жаңағы сиқыршының бәрі Мұсаның насихаты кезіндегі ең әуелгі шахидтер. Шахид болып кеткендер. Сосын бұлар ақсүйектер келіп жаңағы Фирғауынға қайтаран айтады. Сиқыршыларды азаптадың, онымен іс бітпейді ғой. Атазару Муса ва қаумаху. Мұсаны және қауымын, Исраил ұрпақтарын осылай қойып қоясың ба сен, жеңіліп? Лиюфсиду фил арди. Жердің бетінде бүлік жасай берсін ба сонда олар? Ва язарука ва алихатука. Олар болса, сені де, сенің тәңірлерің тастай салды ғой. Ешкі болмай қалдыңдар сендер. Сонда осыған келсесің ба деген сөздерді қозғап отыр ғой, көрдің ба? Тастай қоясың ба дегенде Фирғауын жаңағы атып тұрып орнынан айтады соны. Нуқоттилу абнаахум. Онда ұлдарын барып өлтіреміз қазір. Исраил ұрпағының ауылына кіреміз да, ұлдарын өлтіреміз. Ұлдарын өлтіріп атқан кезде иманнан, балаларын өлтіріп атқан кезде иманнан қайтады дейді. Құрметті жамағат, әуелгі буындарда болған иманның талабы, ол кездерде олар тіпті өтірік айту деген нәрседе болмаған. Жаңағыдай бүйтіп өтірік алдап, бірақ жүрегің өзгермеген сияқты шығып кету. Бұл жерде тілден де хақ шығу керек болған ғой. Бұлардың басына келген қыспақ өте үлкен болғанда. Сөйледің ба аяғына дейін деген нәрсе. Бүйтіп сөзде алдай тұрып оларды басқаша бір алдап кетіп деген нәрселер, жеңілдіктер жасалмаған еді ол кезде. Сонда сахабалардың да бұл қиналып жатқан уақыт еді негізі. Сахабаларда келіп, қашан бітеді мынау деп сөйлеген кездерде болған. Аллахтың елшісі қинап жатыр ғой, қашан тоқтайды мына нәрсе? Сол кездерде осындай аяттар түседі, осындай оқиғалар айтылады. Неге асығасыңдар дейді сендер? Алла біледі ғой не істеп жатқанын. Міне сол сияқты жаңағы халықты ұлдарын өлтіреміз, әйелдерін күң қыламыз, өстіп қинаймыз оларды дейді. Инна фауқахум қахирун. Біз қазір олардың үстінен өктеміз ғой дейді. Күштің бәрі, құдіреттің бәрі бізде тұр дейді олар. Сол кезде жаңағы хабар жарлық ретінде айтылады Мысырда. Исраил ұрпақтарының ұлдарын өлтіреміз. Сол кезде Мұса айтады. Вақала Муса я қауми. Ей қауымым, мұсылмандардың жағдайын елестетіңіздер сол кезде. Ей қауымым, истағину билля. Алладан жәрдем тілеңдер. Имандарың сыналайын деп тұр екен. Алладан жәрдем тілеңдер, ей қауымым. Осбиру, сабыр етіңдер, сабыр етіңдер. Өте осындай қиын жағдайлар болғанда. Ана Фирғауын деген ешкімді оңдырмайтын сондай адам болғанда. Сосын үміттендіреді. Иннал арда лилла. Сөзсіз жер Алланыкі, қауымым. Юрисуха май яшау мин ғибадихи. Кімді қаласа құлдарынан соларға мұраландыра салады бұны. Бірақ мерзімі бүгін емес. Бірақ тұр ол күн аталған Алланың алдында. Олар шектен шығатын уақытта сендер сыналатын. Олардың басына шектен шығу кеткен кезде мұсылмандар сыналатын, емтиханнан өтетін кез екенді. Сосын іштерінде кейбіреулер айтады. Қолу, узина, зиян тиіп кетті бізге көп, ей Мұса. Мен қоблиян тәтияна. Сен келмей тұрып, сен шығарт, осындай бала туат деген кезде қаншама бұлдарымызды өлтірген. Ва мин бағди мәжиетана. Міне, уақи алып кеп, құтқарамын халқымды дедің. Қайтадан өлтіріп жатыр.
Сонда Мұса айтады оларға: аса раббукум айюхлика гадуакум. Үміт етіңдер, Раббыларың дұшпандарыңды құртады. Уайястахлифакум фил арди. Сосын сендерді олардың орнына мұрагер қылады. Сосын мынандай нәрсені тастап кетеді адам ойлану үшін. Сендерді мұрагер қылғаннан кейін фаянзуру кайфа таъмалун. Сендерге де әлі қарайды дейді. Не істер екенсіңдер деп. Адам жақсылыққа жетіп алғаннан кейін сендер дәл қарайды әлі. Егер сендер шектен шығатын болсаңдар деген нәрселер. Осы ескертулер айтылып жатыр да. Сосын қауымына қайта-қайта жаңа насихатты айтып жатады. Я қауми, ей қауымым, ин амантум биллахи, егер де Алла тағалаға иман келтіргендерден болсаңдар, фа алейхи таваккалу, Аллаға тәуекел етіңдер. Мен елшісімін, менің қолымда ештеңе жоқ. Сабыр ет деп жатыр сендерге. Аллаға тәуекел етіңдер, ин кунтум муслимин, егер де мұсылмандардан болсаңдар деп жатыр Мұса. Сонда халқы жаңа өздерін жинап, есін жиып, фақолу алаллахи таваккална, Аллаға тәуекел еттік. Осы дұғаны айтады да. Раббана наджина, Раббымыз құтқаршы бізді өзің құтқаршы. Уәла тажғална фитнатан лил қауми золимин, мына әділетсіз қауымға бізді фитна қылмашы, яғни біздің қатты сынап, қатты қинап жіберетін қылмашы бізді. Сол дұғаларын жасап жатады. Сосын сабырлық танытады. Басым көпшілігі сабырлық танытады сол жерде. Міне, осы сынақтар, құрметті жамағат, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманына келетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында дағуатының жаңағы насихаты болғаннан кейін 4-5 жылдар өте қатты азаптар кетеді мұсылмандарға. Солардың біреуін осы жерде келтірсек болады. Аммар деген сахаба, әкесі Ясир, анасы Сумайя. Үшеуі де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіріп, бұлар негізі Йеменнен көшіп келген еді. Йеменнен көшіп келгеннен кейін Меккеде бұрынғы қоғамдық заңда өзіне бір одақтас адам тауып алу керек ол. Сол одақтас адам бұларға қамқоршы болып тұрады. Туысқандары жоқ Меккеде басқа. Содан бұлар жаңа бір одақтасып, сол жердегі бір кісімен. Сосын иман келтіргеннен кейін жаңа одақтасқан кісісі мен сендерге қатысым жоқ деп азаптайды ғой. Қызып тұрған күннің астына жатқызып байлап тастайды. Жатыр міне. Қол аяқ байлаулы. Күн деген енді өздері Меккеге барып қажылыққа барған адамдар біледі. Мына осы күндері өзіміздің күнімізде негізі мынау қазір күн байқалып тұр ғой негізі. Ауа райын Алла тағала қалай істетіп жатқанында. Ана күннің астында жатыр міне. Тамақ жоқ, су жоқ. Сонда Абу Жахилдер жаңа келіп Сумайяға мынандай сөзді айтып жібереді да. Ей, сен білесің бе не үшін иман келтіріп жүрсің сен дейді. Сумайяға айтады, Аммардың анасына. Үлкен кісі ол. Мұхаммедке ғашық болғаннан кейін иман келтіргенсің ғой деген сөзге дейін барады да. Сонда жаңа Сумайя өте қатты жауап береді айбатпен. Найзаны алып тығып өлтіреді сол жерде. Сондықтан ислам пайғамбарымыздың дағуатында, құрметті жамағат, әйел адамдардың орнын қарай беріңіз. Бірінші кеткен шахид ол Сумайя. Қарыңыз ба? Аммардың анасы бұл. Әйел заты да иманда егер берсе мықты болады өте. Бағанаға жаса, мен сені жасадым деген нәрсе бар ғой. Өзіңді де жаса. Әйеліңмен ұрсып, босқа айқайласа бергенше жаса оны. Неғұрлым жасайсың, соғұрлым жақсы болады да өмірің. Ұрсып, бірдеңкелерді айтып, босқа уақыттар өтіп жатқан нәрседе ол не пайда ол? Міне, пайғамбарымыз салам қандай қоғамды жасағанда. Сумайя қайталанып жатыр. Жаңағы заманда болған нәрсе пайғамбарымыздың заманында да қайталанып жатыр. Сосын азаптап, кім әкесі де Аммардың азапты көтере алмай өліп кетеді ол да. Аммарға келген кезде сахабаларды қатты қинаған кезде қасындағы жүгіріп баратқан қоңызға дейін нана Раббым дейсәші деп тұратын олар. Ес жоқ, қиналып жатқан сахабалар ғой. Кейбіреулері Раббым деп айта салған. Тілмен алдай салайын деген. Бұл жеңілдік келген біздің үмбетте. Көрдіңіз бе? Сонда Аммар қатты қиналады сол нәрсе үшін. Аллахтың елшісі деп бетіне қараймай тұрады. Жүрегің қалай дейді? Жүрегім орнықты дейді.
егер сені тағы да қинаса, сол жауабыңды қайталай бер дейді. Ясирдің отбасын азаптап атқан кезде пайғамбарымыз қолында ештеңке жоқ, қастарынан өтеді, собран я әла Ясир, ей Ясирдің әулеті, сабыр етіңдер, инна мауғидакумул жанна, уәде етілген орындарың жәннат дейді. Бағасы. Әуелгілер қиналғаннан кейін, кейінгілерге бейбітшілік келген, құрметті бауырлар. Әуелгі уақыттар сондай болғанда бұл діннің. Міне, сөйтіп, Бану Исраилдің балаларын жаңағы өлтіріп, әйелдерін тірі қалдырып, осында қинап жатқан кезде, адамда кейде ұлттық немесе не санақ етіп қалмас үшін, неге тек бізді азаптайды деген нәрсе болып қалмас үшін, Алла Тағала Фирғауынның өзінің қасындағы сиқыршылардың азабын көрсетті. Шахид кетті олар. Ол бір нәрсе, құрметті жамағат. Екінші қараңыздар. Екінші нәрсе Фирғауынның әйелі. Фирғауынның әйелі Әсия деп келген тарихта. Фирғауынмен сөйлесіп отырып айтады: мен Мұса мен Харунның Раббысына иман келтірдім дейді. Мен сені мойындамаймын дейді, құдайлығыңды. Фирғауынның әйеліне өзіңіз қарады, не жетпейді оған деп ойлауы мүмкін адам. Байлық деген жетеді. Патшаның әйелі. Рақатты өмірді. Не керек, соның бәрі бар. Қолында түгел нәрсе бар да. Сонда Бақара сүресінде айтады ғой: وَمَا يَكْفُرْ жаңағы بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا дейді Алла Тағала. Кімде-кім жаңағыдай мен Құдаймын деген адамды мойындамаса, сосын Алланы мойындаса, онда мықты бір тұтқан ұстады дейді ол. Ешқашан үзілмейтін дейді. Сонда жаңағы Фирғауынның әйелі Әсия айтады: мен Алланы ғана мойындаймын, болды. Раббым менің Алла, әлемдердің Раббысы. Сосын жендеттерін шақырады, айтады: нам байлаңдар дейді. Ол кездегі жазалары, көп қолданатын жазасы 4 қазықты қағады да, қол аяқ жаңағы екі қолын 2 қазыққа, екі аяғын екіншісіне 4 қазыққа байлап тастайды, тартып күннің астына тастайды. Қызып тұрған күнде ол. Сусыз, тамақсыз, еш нәрсе мүлде қарамайды. Бұл иманнан қайту керек. Болдым, қойдым деген кезде босатамыз дейді. Фәжр сүресінде де айтады: «Ва Фирғауна зил әутат». Ана Фирғаунды да құртқанбыз біз кезінде. Қазықтардың иесін дейді Алла Тағала. Қазықтардың иесі деген ол сүредегі 2 мағынаны білдіреді. Біреуі пирамидалар, өйткені Алла Тағала тауларды да қазықтар деп атаған Құранда. Сонда пирамиданы солар ғой бастаған сондай нәрсені салуды. Сонда екінші азаптайтын болса, қазықтарымен азаптайды да. Үлкен қазықтарға дейін жасайды да, адам тіліп қояды ана жаққа. Неше түрлі азаптар жасайды. Сонымен Фирғауынның жаңағы әйелі бір күн азаптап жатыр. Екінші күні: қайттың ба иманыңнан? Қайтпаймын, Алладан басқа тәңір жоқ. Үшінші күн қайтпайды. Сосын айтады: болды, мынаның үстіне бір дәу таста келіңдер де биіктен лақтырасаңдар дейді. Сонда Алла Тағала Фирғауынның әйелін Құранда өте әдемі мысал ретінде келтіреді. Ер адамдар үшін де, әйел адамдар үшін де. وَضَرَبَ мәсәлән лилләзина аману. Алла Тағала мысал келтірді дейді. Иман келтіргендер үшін өнеге ретінде табандылық, туралық, тұрақтылық деген мағынаны білдіру үшін де. Имраата Фирғауна, Фирғауынның әйелін дейді. Исқалат, сол кезде ғазапталып жатқан кезінде айтқан еді дейді: Робби бнили айндака байтан фил жанна. Раббым, маған өз хұзырыңнан бір сарай тұрғызшы. Адамның қиналып отқан кездегі сұрайтын дұғасы ол ерекше нәрседе ол. Сонда сол дұғаны айтып жатады: «Ванаджини мин Фирғауын», құтқаршы мені Фирғауыннан. «Ва мин амалихи», бүкіл ісінен де құтқаршы мені. «Ванаджини мин ал-қауми залимин», мынау әділетсіз қауымнан құтқаршы мені деп. Сонда тасты лақтырған кезде, тас келе жатқан Алла Тағала жаңа сұраған үйін көрсетіп жерген ғой көзіне. Көрдіңіз ба? Ана сұраған үйі,
Адам ойлаңыз, қандай нәрсемен ләззаттанған, ана жақта не болып жатқанын білмейді болды. Сөйтіп Перғауын өзінің әйелін де өлтірген осылай. Екінші иман келтірген адам осы жаңағы сиқыршылардан кейінгі азап тартқан Перғауынның әйелі еді да. Үшінші, сол қоғамның өзінің үйлерінің, сарайының ішінде істеп отыр Алла Тағала. Сарайдың ішінде істеп отыр. Екінші жақтан Бәну Исраил жақтан, мына жақта Бәну Исраил қиналып жатқан кезде азаптар, мына жақтан болып жатқан азаптардан олар түсініп жатыр. Оларға да сабақ болып отырды ол. Үшіншісі, Перғауынның қызының шашпауын көтеріп жүретін қызметші әйел болады. Шашын тарап, соның жағдайына, сымбаттылығына қарайды, ол кезде сондай болған. Сол тарағы түсіп кетеді. Жерге тарақ түсіп кеткен кезде бисмилля дейді. Сосын қыз, не дедіңіз? Бисмилля дедім дейді. Сонда Алла дегенің менің әкем ғой дейді. Әсте сенің әкең емес дейді ол. Ол Мұса мен Харунның Раббысы дейді. Ол әлемдердің Раббысы. Ол батыс пен шығыстардың Раббысы. Сендердің де, сендердің әкелеріңнің де Раббысы дейді. Қыз жүгіріп барып, әкесіне барып айтады бәрін. Шақырып алады оны. Менен басқа тәңір бар ма сенде? Бар, Алла. Содан жаңағы Перғауынның тәсілі, әр заманда өзі солардан мұраланып келеткен тәсілдер болады өзі. Балалары қайда дейді. Балаларын алып келіңдер дейді. Сөйтіп балаларын алып келеді көз алдында. Ана жерге балаларын бәрі ұстап алған бүйтіп жібермейді, анасы ана жерде тұр. Сосын үлкен қазанға майды қыздырады. Қайтасың бар айыңнан? Қайтпаймын. Онда балаңды тастаймыз. Қайтпаймын. О кездегі заман сондай, құрмет жамағат. Сал жібереді баласын. Ешқандай аяушылық жоқ та. Сонда екінші баласын салады. Қайтасың бар айыңнан? Қайтпаймын. Алладан басқа тәңір жоқ. Екінші баласын салып жібереді. Өстіп балаларын бәрін салады өксін. Енді өзіңді саламыз дейді. Аллахумма гфир лана зунубана. Содан өзін салатын кезінде анасы айтады. Мені де салғаннан кейін қазандағы сүйектерді жинап бір жерге көме салыңызшы, менің өтінішім дейді. Алла бізді бірге жинасын дейді рахымында. Бұл өтінішіңді орындаймыз деп оны да азаптайды. Осымен қисса өмір, адамның өмірі аяқталды деп ойлайсыздар ма? Әсте аяқталған жоқ. Ана жанды шығарып атқан кездерде көрсеңіздер не болғанда ол кісілердің. Пайғамбарымыз саласы Миғражға көтерілген кезде мұрнына мүңкіген хош иіс келеді. Өте керемет, сезіп көрмеген. Ей Жибрейіл, мынау не деген хош иіс дейді. Бұл әлгі Перғауынның қызының шашын тараушы әйел мен балаларының иісі ғой дейді. Көрдіңіз ғой? Екі жағдай. Олардың жағдайын Алла Тағала Али Имран сүресінде айтады. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Ей пайғамбар, сен ойлама, ей мұсылмандар, ойламаңдар, Алланың жолында өлтірілген адамдарды өлі деп дейді. Ахияун, тірі дейді ол. Айнда Раббихим юрзақун, Раббыларының қасында ризықтанып жатыр дейді қазір. Фарихина бима атахумуллаху мин фадлихи. Алланың өз кеңшілігінен берген нәрселеріне қатты қуанысып жатыр дейді олар.
Фанқалабу биниғматин миналлахи ва фадлин. Олар Алла тағаланың рахымымен, нығметімен және кеңшілігімен қоныстарын аударды ғой дейді. Көрдіңіз ба? Фанқалабу, қоныс аударды. Міне. Ләм ямсасхум су, ешқандай зиян тиген жоқ дейді оларға. Қараңыз. Ваттабағу ридуан Алла. Алланың разылығына жолықты дейді олар. Аллаху зу фадлин азим. Соқтан жаңағы дене, ол адамның денесі, бізде жараланамыз, тікенек кіреді, тағы басқа нәрсе болады. Бұл денемен өмір аяқталмайды ғой, көрдіңіз ғой. Ол қиссіз аяқталған жоқ. Перғауындікі аяқтала ма? Ол өзінше болып кеткенде, мысалы өмірден. Аннару юғрадуна алейка удуван ва ғашия дейді. Перғауын дейді. Перғауын да перғауынның әулеті дейді. Таңертең бірлет, кешке бірлет, күнде отқа апарылып тұрылады дейді. Барзах әлемінде. Қазір не болып отыр? Қисса біткен жоқ әлі, құрметті жамағат. Еш нәрсе біткен жоқ. Қоныс аударылды. Ва яума тақумус саға. Бұл барзақтағы жағдайлар дейді қазіргі. Ал қиямет сағаты орнаған кезде адхилу әлә фирғауна ашаддал ғазаб. Перғауынның әулетін ең қатты азапқа кіргізіңдер деп бұйырамыз дейді сол күні. Из ятахаджуна финнари. Сол күні жаңағы перғауын өзінің қол астындағы ақсүйектері жаңа өзінің халқымен таласады дейді. Оттың ішіне түсіп кеткен кезде. Фаяқулу дуафа. Сол кезде өзінің бағынған халқы айтады дейді. Лиллазина стакбару ақсүйектеріне. Инна күнна лакум табаға. Біз өмір бақи сендерге ғана ердік қой. Мұсаны тыңдаған жоқ біз о кезде. Тыңдамаңдар дедіңдер. Сендерге ердік біз. Фахал антум муғнуна насиба минан нар. Сендер бүгін мына тозақтың бір бөлігінде, азаптың бір бөлігінен ең құрмаса құтқара аласыңдар ма бізді? Деп сондай нәрсені айтып атқан кезде қолаллазина стакбару. Ақсүйектер, тәкаппарланғандары, перғауын, хамандар айтады дейді оларға. Инна куллун фиха. Сөзсіз біз бәріміз тозақтың ішіне кіріп қойдық қой, қазір болды ғой. Инна Аллаха қада хакама байнал ғибад. Сөзсіз Аллах тағала құлдарының арасына үкімді шығарып қойған дейді, болды, өзгермейді. Міне, осындай үш оқиға, үшеуі де Фирғауынның сарайында болған нәрседе, құрметті жамағат. Валақада атайна Муса тисға аятин бейинатин. Сөзсіз біз Мұсаға 9 аят бердік дейді негізі. 9 мұғжиза. 9 айқын мұғжиза бергенбіз дейді. Оның жаңағы алғашқы екеуі айтылды. Ол жаңағы аса таяғы жыланға айналады. Сондай-ақ аса таяғымен тағы да басқа нәрселер істеледі. Сондай-ақ жаңағы қолын шығарған кезде қолының аппақ нұрланып кетуі. Аппақ қол. Мұғжиза. Өстіп бұлар Перғауынға қарсы шығады. Азаптай бастайды. Ұлдарын азаптап бастаған кезде Алла тағаланыкі келеді бұларға. Қандай нәрсе келеді деген кезде, бұлар бір нәрсемен алаңдап атқан кезде, жаңа шұғылданып атқан кезде, сол азаптау шұғылдануынан бұларда көңілдерін алаңдату үшін басқа бір проблеманы келеді Алла тағала елге. Валақада ахозна әла фирғауна биссинин. Біз Перғауынның әулетіне құрғақшылық жұтты жібердік дейді. Жоқ, жаңбыр жоқ мүлде. Мен Құдаймын деген адам, қараңыз, жаңбырды жаудырамай жатыр. Имам Матуридидің де жаңа бір сөзінде бар да, патша дейді, аспанға қарап тұрса, сосын бір бұлт кесе дейді да. Сосын ол бұлт ары қарай өтіп кетеді дейді. Бұл жаққа жаумайды екен дейді ол бұлт. Жаңа бұлт. Ол үкімі жүрмейді дейді ана бұлтқа. Бұлт тыңдамайды дейді, оны кетіп қалады дейді, басқа жаққа барып жауады дейді. Әмір Алланыкі деген нәрсе. Сол секілді жаңа тағала жаңбырсыз қалдырады. Онақси минас самарот. Не бір бақшалар болған ғой Перғауынның елінде, не бір жемістер. Жемістің бәрін кеміттік дейді. Мақсат лағаллахум яззаккарун. Мүмкін естерін жияр. Жеңілу керек қой, мойындау керек қой Алла тағаланы деп. Сосын ол мұғжизалар қандай деген кезде жаңағы топан су жібереді оларға. Фарсална алейхим туфана. Біз оларға топан су жіберетінбіз дейді. Егіндерін, бүкіл нәрсесін су басып кетеді, бітті жоқ та ештеңе. Вал жарада.
шегіртке жібердік дейді одан кейін. Ана шегіртке деген, ондай шегіртке ешкім көрмеген әлі. Жердің бетінде ондай шегіртке келіп көрген емес. Түгелін құрады, үйдің шатырына дейін жейді. Жей береді түгел нәрсені. Ағаш көрсе болды, жоқ та, өсімдік, шөп, еш нәрсеге қарамайды. Мазалай береді оны, құтыламайсың одан. Сөйтіп көрпенің астына тығылып қалатын болса, вәл құммәлә, битті жібердік дейді сосын. Не бір жәндіктерді қаптат жібердік дейді, көрсеттік дейді. Адам тұрақтайтын жер емес бұл жердің беті. Бұл ортақ дүние әркімге. Жәндіктер көбейіп кеткен да. Ал әскермен не істей аласың? Әрбір битті қандай заман өлтіріп жүресің бе? Қарас. Бит. Уаддафадиға. Ыдысын ашып қалса болды бақалар. Құжынаған бақа. Қай жерде ашса жаратып қойған болды. Бақа деген жетеді. Еш нәрсеге, тамақтың ішіне дейін бүкіл жерде жүр. Бұның бәрін мазасын кетіру керек болды ғой. Уаддама. Құдыққа барып су ішем десіп шелекті алып қоса қанында, су қанға айналып кеткен. Өзенге барады қан. Енді мұғжизалар айқын болды. Құр мойындадым Раббым деген нәрсе керек болған, құрметті жамағат. Бірақ тәкаппарлық енді, олар істеген тәкаппарлық ол үлкен дәрежеде болғанда. Жаңағы аяттар мына су жіберіп, мысалы топан су жібереді оларға. Егін бұт ештеңке жоқ, жұт келеді. Сосын бұлар келеді. Валамма вақа алейхимур рижзу. Қараңыздар. Бұларға жаңағы азабымыздың бір түрі. Яғни топан су келген кезде бастарына жаңағы су тасқын ғой, сел. Сел келген кезде Мұсаға жүгіріп келеді екен. Ата Құранда айтып жатыр. Вақолу я Муса, айтты дейді, ей Мұса, удғу лана роббака, Раббыңа дұға етші біз үшін. Бима ахида индака. Есіңде ме, сен айтып едің ғой, егер тәубаға келсек, қиындықты алып тастайды деп. Міне біз алдыңа келіп тұрмыз. Егер де мына зиян, ләйін кәшәфті аннар рижза, мына селді қазір жоқ қылатын болсаң, тоқтататын болсаң, мына апаттың мына түрін. Ләну'минанна ләка. Сөзсіз біз саған иман келтіреміз. Сомен валу нурсиланна мака бани Исраил. Сондай-ақ ана Исраил ұрпағыңды саған ергіземізді қоя береміз болды. Тек осыны істеш дейді. Мұса дұға жасайды. Раббым тоқтатшы. Тоқтайды. Сосын енді қараңыздар, фәйза жаәтхумул хасана. Сөйтіп жаңа жақсылық келді ғой енді. Сел тоқтады, өмір қайтадан бұрынғыдай болып жатса, отырады айтады екен. Ләна хазихи. Негізі біз жақсы адамдарымыз. Жақсылық бізге тән негізі. Біз лайықтымыз жақсылыққа. Мына апаттың келген себебін білесіңдер ме неге? Неге? Мыналарға ырымдаймыз дейді. Мұса мен қауымы. Осылармен байланысты ырым мынау. Осылар болғандықтан болып жатыр жердің бетінде. Жамандықты біреуге қарай жаба салу да. Ваин тупсипхум сайя, бастарына бір жамандық түссе болды, яттойяру би Муса ва қаумаху. Бірден Мұса мен қауымына солардың кесірі деп ырымдай салады дейді. Қашан жаңағы апатты бастарынан алып қалдық, мысалы жаңағы селді тоқтатты Алла Тағала, сөйтіп бұлар қайтадан барып зиян тигізе бастайды ғой. Сол кезде Алла Тағала жаңағы шегірткелер жібереді. Шегіртке деген маза бермей кеткен кезде қайтадан келеді Мұсаға. Мұса, наны тоқтат, Раббыңа жалбарын, сені босатамыз, иман келтіреміз. Жақсы, Раббым тоқтатшы, тоқтайды. Қайтадан уәделерін бұзады да зиянға қайта кетеді. Сосын Алла Тағала жаңағы битті жібереді. Жәндік ұсақ. Енді мүмкін емес, өмір жоқ болды, маған маза жоқ мүлде. Бүкіл елде, Фирғауын әулетінде маза жоқ. Исраил ұрпақтарында бұл нәрселерден маза болып жатыр. Олар үйлерінен шықпаңдар да, Алла Тағала бұйрық берген, үйлерінде намаз оқитын орын қылып алсын да, әркім үйін мешіт қыласында намазға кірсін деген. Болды, намаздан шықпай жатыр. Тәрбие, сабыр сұрап жатыр. Олар солай ғана құтыла алады Алланың азабынан. Міне, Алланың рахымын солай ғана шақыра алады өздеріне деген. Сөйтіп битті тоқтатады Алла Тағала. Сонымен жаңағы қайтадан зиян жасауға келеді, бақаларды жібереді. Оны да келіп сұрайды, тоқтатшы, босатамыз, осы жолы нақты босатамыз. Саған иман келтіреміз. Раббым
оны да қоймайды. Қалай тыныштық келеді, қайта басталады, қаңғып жібереді Алла Тағала судың бәрін. Содан осы нәрселердің, осы оқиғалардың бәрінің болып жатқан кез, жалпы иман келтірмейтіндері Мұсаға да баяндалған. Мұсаға да баяндалған, кешегі Нухқа баяндалғандай. Аннаху ла юъмина мин қаумика илля мен қад аман. Нухқа кеше айтылды ғой, сенің қауымыңнан енді ешкім иман келтірмейді. Осы күнге дейін иман келтіргендерді айтпағанда. Сол секілді бұндай хабар берілмейінше пайғамбар қауымына қарсы дұға жасай алмайды. Сонда осындай нәрсе білдірілгеннен кейін Мұса дұға жасайды. Вақала Муса Роббана, сол кезде Мұса, Раббымыз, иннака атайта фирғауна ва малааху зината ар-хаяти дуния. Раббымыз, сен Перғауынға және қасындағы мына ақсүйектерге дүниенің бүкіл сәнін бердің дейді. Роббана лиюдиллу ан сабилик. Раббымыз, сонда сенің жолыңнан тайдыра беру үшін осылай бола бере ма? Осы сәнде жүре бере ма олар? Раббана атмис аля амуалихим. Раббымыз, малдарының көзін жойшы. Дұға кеткен осындай. Шаддид аля қулубихим. Жүректерін мөрлеп тасташы, Раббым. Фәлә юъмину хатта яраул азабал алим. Бұлар әсте иман келтірмейді. Азап келмейінше бұларға қиналтатын дейді. Азап келген қазда иман келтіреді, басқа жолы қалмады бұның деп. Осы дұға жасалғаннан кейін Алла Тағала жауап береді. Қала қада уджибат дағуатукума. Сендердің дұғаларыңа деп Мұса мен Харун айтып жатыр. Екеуінің дұғаңа жауап берілді. Жауап берілді. Бірақ мерзім, түсінсіз, мерзім. Қанша мерзім десеңіздер, сахабалардың түсіндіру 40 жыл болды дейді. Мұса жаңағы сұраған уақыттан Мұсаның дұғасының жауабы келуіне аралығы 40 жыл болған. 40 жыл сабыр еткен каназар. Бұл жерсе нені айтады, құрметші? Сіз дұға жасаған кезде дұғаның бірден келе салуы шарт емес. Сосын ол бүгін келмегені, ол жауап берілді деген сөз емес. Әне қараңыз, Мұса, мен сені өзің үшін таңдадым деген адамға қандай нәрсе жасалып отыр? 40 жылда. Сонда осы 40 жыл бойғы амалын айтады ғой. Фастақима, екеуің тұрақты болыңдар дейді. Табанды болыңдар дейді. Неше түрлі нәрсе болады. Сынақтар, қиындықтар. Бірақ тұрақты болыңдар. Сұрадыңдар, мен жауап бердім, болды. Мерзімі бірақ бұның белгісіз сендерге. Сол мерзімінде асығыс жасайтын адамдар болады. Сондықтан дұғаның жаңағы сөзінің соңында Алла Тағала екеуін айтады. Екеуің тұрақты болыңдар, түзу болыңдар, табанды болыңдар. Вала таттабиғани сабилаллазина ла яъламун. Менің заңдылықтарымды мені танымайтын адамдардың жолына ермеңдер дейді. Неге, не болып кетті деген нәрселерді айта бермеңдер дейді маған. Қарсы ғой. Сондықтан осындай үлкен сынақ болған ол қауымға. Сол дұғаны жасағаннан кейін 40 жыл уақыт кетеді ғой осыған. Жаңағы ең соңғы қиынды нәрселерде жаңағы уәделерін айтады олар. Бізді болды, мына жаңа қанды аулақ қылшы, суымызды тазартып берші, дұға жаса Раббыңа. Біз саған сенеміз және Исраил ұрпағын босатамыз дейді. Сөйтіп осы уәделерін жаңа айтқаннан кейін Алла Тағала қиындықты алады бастарынан. Сөйтіп бұлар боссыңдар дейді Мұсаға. Мұсаға боссың, қауымыңды алда шыға бер дейді. Алла Тағала уахи етеді Мұсаға, түнгі уақытта жаңағы әсри би ғибади, менің құлдарыммен түнгі уақытта шығып кет деп. Сол халқымен келе жатады олар. Халқымен келе жатады. Сөйтіп жолға келіп Алла Тағаланың сынағы ғой қайтадан. Теңізге кеп тіреледі ғой жол. Теңізден асамайды.
теңізден аса алмай тұрады. Сол кезде Алла Тағала Мұсаға айтады: "Анидриби асакал бахра", андағы таяқпен ұр теңізді дейді. Басқа бір аяттарда айтқандай: "Фадриб лахум ториқан фил бахри ябаса", ұр таяғыңмен, таяқты тигізген бетте екіге ашылады. Фанфалақа дейді. Қараңыздар, теңіз бүйтіп ашылып бара тұр ғой, түбінен. Өзіңіз ойлаңыз да. Бұл уақытта арттарында Перғауын келе жатыр. Өйткені олар қоя берді да, бірақ ішкі дүние әлі келіспей жатыр да. Көзін құртамыз, кеттік құртайықшы, еліміздің бітшін шығардын алар. Сөйтіп Перғауын әскері түк қалмай кетеді ғой жаңа артынан да. Қуып келе жатыр да олар. Сол ана теңіз жаңа ашылмай тұрған кезде Алла Тағала олардың қуып келе жатқанын көрсетеді. Мына жақтағы мұсылмандарға, Мұсаның қасындағы мұсылмандарға. Инна ла мудракун, қуып келе жатыр, жетіп қалды ғой Мұса. Енді не істейміз? Қорықпаңдар, бізбен бірге Раббымыз ол жол көрсетеді. Қалай теңіздің алдында жол көрсетілуі мүмкін? Кеме жоқ, құрал жоқ қой. Алланың құдіретіне сенген адам, көрдіңіз ба? Аса таяқты жаңа теңізге тиген бетте, бітті ғой, ашылып барадыр бұлай. Солай көтерілген күллу фирқин каттаудил азим дейді Алла Тағала. Екіге бөлінді де, екі жағы да үлкен таудай болды дейді. Осындай құдіретті көрген Исраил ұрпақтары. Бұл Исраил ұрпақтары емес, жаңа Перғауынға көрсетілген соңғы мұғжиза еді бұл. Теңіздің ашылғанын көріп келе жатып, уже көз істемейді болды. Жүрек болды, мөрлеп тасталған. Теңіздің жаңағы ашылған жолдың ішінде қолап бара тұр ғой, өзіңіз ойлаңыз енді не болып жатыр да. Мына теңіз неге ашылған, мынау не деген, уже болды, жұмыс істемейді, жүрек жұмыс істемей жатыр да. Сонда Алла Тағала өлшеген, олардың келе жатқан әрекеттеріне дейін, қимылдарына дейін басқарып тұрған ғой, түсіндіңіз ба? Ана Исраил ұрпағы өтіп, түгел өтіп кеткен кезде бұлардың толығымен кіріп теңізге екі жақты қоса саған Алла Тағала болды. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Перғауын бүкіл әскерін ертіп алды да арттарынан қуалады. Сөйтіп теңізден оларды бүркеген нәрсе бүркеді дейді. Бітті, батты. Суға батты деген кезде Исраил ұрпақтары, мына сана деген нәрсе болады. Адам жаңағы Перғауыннан соншалықты қорыққан, ана Перғауынның өлгеніне көзі жетпей тыныштықта болмаған Исраил ұрпағы. Өлді ма? Шын өлді ма? Әбден қорқып қалған. Қандай. Сонда суға батып баратқан кезін айтады Алла Тағала Перғауынның: «Валамма жауазна бибани Исраил ал-бахра». Біз сол Исраил ұрпақтарын теңізден әрі өткізген кезімізде. Сол кезде жаңағы Перғауынның жағдайы: «Фаатбаахум фирғауну ва жунудуху бағиян ва адуа» дейді. Арттарынан Перғауын ерді әскерімен. Әлі де өшпенділік басылмаған. Шектен шыққан түрде жүгіріп бара жатыр дейді арттарынан. Хатта иза адракахул ғарақу. Сөйтіп Перғауынға суға батып баратқан кезі келді дейді. Ғарақ, суға батып баратыр Перғауын. Жаңа мен Раббымын, мен Құдайымын деген адам ғой. Ата көрсетіп отыр ғой, суға батып бара жатқан кезіндегі сөзін қарасаңыздар. Қала әмәнту, иман келтірдім. Аннаху ла илаха иллаллази аманат бихи бану Исраил ва ана минал муслимин дейді. Иман келтірдім, әлгі Исраилдің ұрпақтары иман келтірген, өзінен басқа тәңір жоққа. Және мен мұсылмандарданмын дейді. Сонда Алла Тағаланың сөзі жеткіз: «Әл-әна, енді ғана ма, 40 жыл қаншалаған мұғжиза, ең соңғысы мына теңізден де тоқтасаң болар еді ғой көрген кезде, ашылып тұрған. Енді ғана ма, қода асойта қоблу». Ей, бой бермеп едің ғой сен, бой бермей қойып едің ғой.
мінез көрсетіп едің ғой сен. Ва кунта минал муфсидин. Нағыз бүлікшілерден болдың ғой сен. Біз сені құтқармаймыз бүгін, тек денеңді құтқарамыз дейді, судың бетіне шығарамыз. Фалеума нунаджика бибаданика. Бүгін сенің тек денеңді құтқарамыз да көрсетеміз адамдарға. Нандай біреу болған, мен құдаймын деген. Қазір міне нандай болып жатыр деп. Литакуна лиман халфака ая. Өзіңнен кейінгі адамдарға уағыз алатын белгі болып қал. Сол үшін сені шығарамыз дейді денеңді. Осы Фирғауынның жағдайы. Вастакбара хуа ва жунудуху фил арди биғайрил хаққи. Жердің бетінде ол да әскері де сондай шектен шықты дейді. Сондай дәрежеде шектен шықты, тәкаппарлық жасады. Вазонну аннахум илайна ла юржағун. Олар ойлады, бізге оралмаймыз деп дейді. Оп-оңай болды дейді. Фаахузнахум, фаахузнаху ва жунудаху. Біз оны да әскерінде шап бере салдық дейді. Болды. Қанасы қандай? Фанабазнаху фил ямми. Теңізге батыра салдық дейді. Бітті іс. Фанзур кайфа кана ақибату золимин. Қара, ей пайғамбар, ей мұсылмандар, қараңдар, әділетсіздердің соңы ақыры немен аяқталғандығын. Ва жағалнахум аимматан ядғуна илан нари. Сондай-ақ біз оларды тозаққа қарай шақырып бастап бара жатқан имамдар қыламыз дейді оларды. Басшылар қыламыз, тозаққа қарай шақыратын қиямет күні. Ва яумал қиямати ла юнсарун. Қиямет күні ешқандай жәрдем берілмейді дейді оларға. Мына ең қиын нәрсесі ва атбағнахум фи хазихи дуния лағна. Біз осы дүниеден оларды шығарып салған кезде дейді, барзаққа қарай, біз қарғыспен шығарғанбыз дейді. Қараңыз, қарасаңыздар, қарғыспен шығарғанбыз дейді. Қарғыс жұқты дейді, бітті Алланың қарғысы, ажырамайды дейді ешқашан. Ва яумал қиямати хум минал мақбухин. Қиямет күні ең ұсқынсыз солар болады дейді қиямет күні. Міне осындай жағдайларды қарайтын болсаңыздар, Алла тағала айтқандай міне Фирғауынның әулетіне де ескертушілері келді. Каззабу би аятина куллиха. Бүкіл мұғжизаларымызды өтірікке шығара салды дейді. Фаахузнахум ахза азизин муқтадир. Біз солай ұстадық дейді оларды ұстаған кезде. Азиз деген Алла тағаланың есімі, муқтадир Алла тағаланың есімі. Азиз деген енді өте үстем. Ешкім жеңе алмайды деген мағынаны келтіреді. Түгел нәрсе оған жеңіледі. Өте үстемнің құдіретін іске асырушы Алланың ұстауымен ұстадық дейді оларды. Көрсеттік дейді оларға кімнің құдіретті екендігін.